Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін диеталық пирог пісірудің рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Өте керемет дәмді пирог, және де бұл пирогты жеп отырып салмақ қосам деп уайымдамайсыз. Бұл пирогты дайындау үшін маған қажет болғаны бар болған 3 банан және 300 грамм геркулесовый крупа. Бананды осылай блендерге турап майдалап блендерге саламын. Сосын оның үстіне бір ас қасық какао, бір ас қасық корица салып, блендерде осылай өткізіп майдалап алатын боламын. Видеомды соңына дейін қарап, астындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Бұл өте пайдалы рецепт. Сосын жаңағы өткізіп алған, блендерін өткізіп алған сұйықтығымды геркулеспен араластырып, осылай тарелкеге саламын. Алдымен жартысын осылай салып аламын да. Сосын оның үстіне бір бананды жұқа-жұқа етіп турап, бананды осы геркулестің үстіне қоямын. Сосын оның үстіне қалғанын салып, бұған енді формада қажет емес, духовкада қажет емес, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Оның үстіне бір банан мен какаоны араластырып, осылай кремге ұқсатып начинкасын істеп аламын да, бетіне жағып, енді холодильникке қойып қоямын. Мысалы үшін, бұны кешке таман істесеңіз, таңертеңге дейін холодильникте тұруға тиіс. Сосын таңертең алып, шаймен бірге осы пирогты жесеңіз, бір өте керемет. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Менімен бірге осылай жасап көріңіз міндетті түрде. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Арнамнан алыстамаңыз. Осылай менімен бірге жасап көріңіз. Өте пайдалы пирог. Және де жағы салмақ қосамыз деп қорықпайсыз бұдан. Жіберуге болады. Сау саламатта болыңыз.